тыңдаушылар, бүгін бізде ашық сабақ. Ашық сабағымызды бастамастан бұрын көңіл күйімізді көтеріп алайық. Көңіл күйімізге көңілді би-билейміз. Қайталаймыз, ортаға кішкене бұрыламыз, бірге қайталаймыз. Бір-бірлеріңізге тиіп кетпеңіздер. Екіншіден төмен. Жайлы зиттарды жазыңыздар. Келесі. Ең соңғысы. Екі қолыңызбен массаж жасап жатырмыз. Барабан. Барабанды ұмытпаймыз. Енді қосыра Көңіл күйлеріңіз көтерілді ғой, бір физикалық жаттығу жасап алдық. Онда болатын болса, келесі кезең біз топқа бөлініп алайық. Топқа бөлінбестен бұрын әрқайсыларыңызға кейіктерімізді ұсынатын боламыз. Ана жерде жазылып тұр white, black and pink. Яғни түстері бойынша, таңдаймыз, сол түске байланысты отыратын боламыз. Таңдарыңызды жайғастырамыз. Жайғастырмас бұрын топпен жұмыс жасау, топты тыңдай білу, әрбір қатысушы өз пікірін айту, біреу сөйлеген кезде оның сөзін бөлмеуіміз керек, жеке басты сыйлаймыз, өз топтарыңызды білдіңіздер. Енді келесі кезекте бір-бірлеріміздің сыртқы көріністерімізді тексере кетсек, бір-бірімізге қараймыз, бір-біріміздің сыртқы көрінісіміз осы жерде сәйкес келе ма? Барлығы түгелмеген? Барлығымызға өз орындарымызға жайғасамыз. Топпен бірігіп жұмыс жасау керек, яғни сырт көріністерімізді бір-бірлеріміз көрдіңіздер, соны бағалап жазып отырамыз. Және біз Нұржан апайымызбен бірге өзіміз бағалаймыз сіздерді. Біздің үй жұмысымыз бисквитті қамыр дайындау болған. Ондай болатын болса, барлығымыздың назарымыз тақтаға. Бұл ойында ойыншы нағыз кондитердің рөліне еніп, тәттілер әлеміне басқарады. Түрлі торттар, кекстер мен десерттер дайындап, олардың безендіріп, тапсырыстарды уақытында орындауы қажет болады екен. Кеттік. Бірінші жазбаны Асиден іздейміз. Жазбаны. Қанша? 180 градуста. 180 градус. Пісіп жатқан кезде есігін ашуға болмайды, себебі біздің қабырғамыз отырып, яғни көтерілмей қалғанда пішіп алып көтерілмей қалады. Өте оңай спорттар, мақсат қоямыз. Онда болатын болса, алдарыңыздағы стикерларға ручкалар бар. Қаламдарыңызбен өз мақсаттарыңызды жазсаңыздар болады. Әрқайсыларымыз өз мақсаттарымызды жазып, осы жерге айтып, мына жерге жабыстырамыз, Айсұлу? Серпімен толық тағысы және қателікті кремін жасап береді. Мені? Келесі? Bizim maqsadımız türlü dərəcəyə tətbiq жасау, onlarda bağlandırıyor aslında. Bizim maqsadımız hər türlü tətbiq жасап, onları Айсұлу? Техникалық қауіпсіздігін айтамыз міне. Қандай томат дейсіздер? Сізге тоңазытқыш. Сізге тоңазытқыш. Яғни осы жабдықтарды қолдану ережелерін қайталаймыз. Сіздерге 3 минут уақыт. Бұл конверттерді ашқан кезде бетпе-бет ашуға болмайды және алдында адам тұруға болмайды. Не себепті? Балымау үшін, Және бұл жерде посуда тұрған кезде осы жерде Яғни таңдасаң, соның градусы қанша минут екені көрініп тұрады. Миксерді басында қоспас бұрын біз бүкіл құрылғы дұрыс жиналғанын тексеріп алуымыз керек және де оның бұрайтын ыдыстары бәрі дұрыс бекітілгенін тексеріп алуымыз керек. кетуі мүмкін немесе пышақ салған кезде Сұрақтарыңыз бар ма? Қалған топтар? сұрақ жоқ қой. Менде былай сұрақ болып тұр. Мысалы, сіз крем жасап жатырсыз, сізге мысалы бір затты қосу керек, ингредиентті, сол ингредиентті қосқан кезде сіз қалай қолданасыз? Ең алдымен ол кезде мысалға
примерно мысалға алатын болсақ, бұл қуат көзі 4-те тұр дейік. Қуат көзі 4-те тұрған кезде бұны алдымен өшіріп барып, өзіміздің затымызды дайындап барып қосамыз. Себебі ол обратно өзімізге ұшуы мүмкін. Егер біз бұны өшірмеген қосқан кезде, осыны бірінші өшіріп тастап барып, мынаны ашып, ашқаннан кейін барып, қараңыздар, міне былай ашылады. Ашылғаннан кейін барып, Өнімді саламыз, содан кейін салып, өнімді салып, қайтадан мынаны жауып, сосын ары қарай қайтадан бірден бастап, қуат көзін бірден бастап, ары қарай жәмеден көтеріп, біріккенше нығыздалғанша айналдырамыз. Өте керемет. Қалғандарыңызда сұрақ бар ма? Қалған топтарда? сұрақ жоқ қой, Және де бірден бірінші техника тексеру алуымыз керек. Ол жасап тұрған жоқ па деген сияқты. Содан кейін бізде тамақтарды салған кезде рет-ретімен салу керек. Бізде тамақтар өзінің мысалға кондитер тамақтар болады салады, және де фруктовый жемістер болса, ол бүкіл тамаққа тарап, ол тамақтың маргарин қолдануға болмайды, жаңа келді сіздерге сұрақ. Сары майды аламыз. Сары май мен қантты біріктіреміз. Ванилинді қоссаңыздар болады бірге. Салынған ба тексеріп аламыз. Дайымыз. Бір қалыпты үстіне баспаймыз. Және әртүрлі немен қозғалыспен емес, бір ретпен жасаймыз. Немесе қолмен жасасаңыздар да болады. Сонымен қатар біз ұнды електен өткізіп алдық. Мысалы, сіздер елекпен де қоссаңыздар болады. Қоспалардың болмауы үшін біз оны електен өткіземіз. Араластырған кезде бір қалыпты араластыру керек. Оны қатты араластыруға болмайды. Өйткені не болуы мүмкін? Бисквит көтерілмей қалуы мүмкін. Негізі көбінесе бисквитті қамырларды жаңағы планетарлық миксерлерде дайындайды, ал егер планетарлық миксер болмаған жағдайда қарапайым миксермен жасау тәсілін біз сіздерге үйретіп жатырмыз. Қазір сіздер жаңағы планетарлық миксермен де қолдансаңыздар болады. Жасап көрсеңіздер болады. Бірақ міндетті түрде техника қауіпсіздік ережелерін сақтаймыз. Қамырымызды бір келкі қыламыз. Яғни бұл жерде бисквитті қамыр кішкене қоймалы түрде болады. Өйткені ол бізде, яғни капкейктің өзі қандай мағынаны білдіреді, білесіздер ма? Кеседе ысынылған торт деген мағынаны білдіреді. Яғни оның кремі және бисквиті болады, бірақ ол тек қана бір адамға ғана арналады. Сол себептен бисквиттің әртүрлі дайындау тәсілі болады. Мысалы, ыстық және салқын тәсілі. Біз көбінесе салқын тәсілін білесіздер, мынау біздің капкейктардың ыдыстары. Яғни бұл бір ғана адамға арналған. Бұған неше грамм кетеді деп ойлайсыздар? Неше грамм болуы керек капкейк? 25-30 граммға дейін болады. Ал енді креммен қосқанда безендіруменен 50 граммға жетуі қажет болады. Біз кондитерлік қапқа салып жатырмыз, өйткені бізде жаңағы неге салған кезде, ыдысқа салған кезде ол бір қалыпты орналастырады. Немесе сіздерде кондитерлік не болмайтын болса, үй жағдайында қаспен қолдансаңыздар болады. Бірақ ол жаңа бисквиттің тегіс жағуына кішкене кедергі жасайды. Түсінікті ме? Өлшеуге ыңғайлы болады. Бөлге келтіріп алдық. Мына қамырымызды тура ортасынан жасайсыздар. Өйткені не себепті? Әртүрлі жаққа көтеріліп кетуі мүмкін. Сол себепті тура ортасына басып, осылай жасасаңыздар болады. Қарап көрсеңіздер болады жақынырақ. Және салмасын салу үшін мына жемді қолдануға және шоколадты қолдануға болады. Оны да ортасына салып жіберсеңіздер болады. Одан артық қолдануға болмайды. Бұл салмамен енді салмасыз. Көреміз, Маффинді жаңағы какао және шоколад қосылған кекс деп те айтуға болады, Біз жаңа қанша градуста пісірдік? 170-180 градуста. Онда болатын болса?
Біз қазір 175 градуста пісіретін боламыз балалар. Міне қарасаңыздар, уже қызып жатыр, иә? Ондай болатын болса, Сымбат Қабитқызы ашып. Қалай ашамыз? Жаңа айтты. Адам тұрмауы керек, иә? Ашып аламыз, содан кейін барып, арнайы қолбақты киіп орналастырамыз. Орналастырамыз да пісіруге жіберетін боламыз. Пісіруге жібереміз. Одан кейін енді Сымбат Қабитқызы сіздерге бисквитті қамырды үйрететін болса, енді біз сіздермен не жасаймыз? Крем жасаймыз. Крем қандай кремдерді қолдануға болады? Сливкимен қандай? Оның аты бар. Ол қандай деп аталады? Крем чиз деп аталады. Көбінесе капкейктерге крем чизді қолданады. Басқа қандай кремнің түрлерін білесіздер? Жұмыртқамен? Жұмыртқамен қандай? Қандай? Яғни? Иә. Қанды. Иә. Сонымен қатар, мысалы, майлы кремдерде қолдануға болады, қаймақпен де жасауға болады крем чизді. Бірақ біз сіздермен бүгін кілегей және ірімшікті сырменен қолданатын боламыз. Иә, крем чиз жасайтын боламыз. Біз оны планетарлық миксерде жасайтын боламыз. Сіздермен бірге қазір орналастырамыз. Қазір мен сіздерге көрсетем, ол балалар кілегей негізінен ол консистенцияға өте үлкен әсер береді. Сонымен қатар жаңағы ірімшік сырымыз да салқын болуы қажет. Нығыз және біркелкі бөлме температурасында жаңағы құрылымын ұстап тұра алатын крем шығады. Бұған негізі, мысалы, кілегей қолданған кезде, кілегейдің қанша проценті қолданылады? 32-33 пайыздық жаңағы кілегей қолдансақ болады. Сонымен қатар кілегейдің, мысалы, тәттілігі аз болатын болса, не қосамыз? Яғни қант ұнтағын қосамыз. Яғни тәттірек болу үшін. Ал егер, мысалы, ол тәттілік сіздерге негізінен сливкидің, мысалы, тәтті түрі болады және тәтті емес түрі болады. Тәтті емес болатын болса, біз қант ұнтағын қосамыз. Егер тәтті болатын болса, онда біз қант ұнтағын қоспаймыз. Ондай болатын болса, біз қазір крем жасайтын боламыз. Қараңыздар, құрғақ па? Таза ма? Ондай болатын болса, қолдануға болады. Орналастырамыз. Міне, орналастырдық. Орналастырғаннан кейін барып, ірімшікті саламыз. Ірімшікті салғаннан кейін мен әлі қосқан жоқпын, өйткені қосуға болмайды. Содан кейін барып, жаңағы арнайы құрылғысын араластырғышын қосамыз да төмен түсіреміз. Одан кейін барып, менің қолым құрғақ, тоққа қосамын, иә? Міне жанды. Енді не істеуім керек? Ақырын араластырып бастап, одан кейін барып, ақырын жылдамдықты қосып арттырып бастауым. Крем негізінен, мысалы, сіздерде негізінен 250. Жұмыс орнын таза ұстаймыз. Білім алушылар бір-бірлерімізді бағалау үшін ең алдымен тарелканы аламыз. Әр топтан өз топ мүшесі шығады. Келесі бағалайтын топтың адамы келеді. Мен қазір нені көрсетемін. Нұржан апайлар бағалайды, иә? Практикажда қалай жүргізу керек. Ортасы толыққанды пісті ма, піспеді ма, оны қараймыз. Жаңағы қалай ауыстыру керек. Ең бірінші безендіру тәсіліне безендіруін қараймыз. Ең бірінші ол сіздерде чек-лист бойынша бірінші безендіру.
яғни безендіру қалай? Мысалы, 3 неден тарелкаға, яғни ыдысқа 3 не жазылған шығармашылығы бағалайсыздар. Одан кейін дәмін көресіздер. Дәмін көргеннен кейін дайындалу уақыты, яғни барлықтарыңызда бірдей уақыт болды, тек қана екінші топ қана кішкене кезек күтіп қалды. Болмаса оларда да тура солай болушы еді. Одан кейін санына, салмағына, пішіміне, сыртқы түріне және ұсыну дұрыстығына қараймыз. Енді дәмін қараймыз. Дәмін көрген кезде сіздерде біз жақсы деген нені қолданамыз. Яғни ең бірінші бисквиттің жаңағы құрылымына, пішініне жауап береміз. Қараңыздар, күшіктер жоқ. Одан кейін кремне келетін болса, қараңыздар, крем ағып тұрған жоқ, дұрыс па? Крем өзінің қалпын сақтап тұр. Сол себептен ол крем жақсы жасалған. Енді дәмін көреміз. Дәмін көрген кезде міне апайларымыз бөліп берді. 4-тен 1 бөлігін ғана көресіздер. Яғни кремі менен бисквиттің несін аламыз. Кремна мен бисквитін алдым. Ең бірінші бисквитке қанты 1 келі жаңағы бөгде қоспаларсыз, сонымен қатар кремде қант 1 келі, сонымен қатар кремде бөгде қоспалар жоқ. Яғни дәм тұзы татыған. Егер мысалы сіздерде біріншінде тек қана бисквитті алып жеуге болмайды. Негізі сіздерде жаңағы ұсынылған келетін кезде сіздерде тек қана бисквит ұсынылмайды ғой, креммен қосып. Яғни екеуінің жаңағы қосындысы қандай бағаланатын дәмін, сол кезде сіздер тамақтың дәмін тати аласыздар. Осындай етіп бағалайсыздар. Түсінікті ма? Яғни 3-ші топты 1-ші топ бағалайды. Ыдыстарыңызды 3-ші топ алыңыз. Бисквиттің әсемдеуін, түрін, салмағын, барлығын айтамыз. Анель? Бисквит өте көп піскен, қатты тығыз емес, мындай қатты тығыз да емес. Бұл жағынан үлпілдер капкейктің тестісімен бірдей болып тұр, қамырымен. Сосын қант жағынан қант ондай қатты сезілмейді. Бұлар негізі жақсы. Салмағы келіп тұр ма басқа? Бәліштерге қарағанда. Негізі сіздердікіне салыстырғанда салмағы келмейді, көтермей қалған. Енді салмасын аз тұрған, е? Может, салмасын аз тұрған, салмасымен, креммен жақсы үйлесіп тұр. Бисквитте қанттың дәмі қатты сезілмейді, ауызда еріп кетеді, үлпілдер жақсы піскен. Енді екінші топ бағалаймыз. Бұл жерде сіздер тамағын өлшемедіңіздер, е? Өлшемей салдыңыздар, е? Өлшедік бізде осы. Бірақ сіздерде өлшеп жатқан кезде бір қате байқағаным сіздер негізі астынан алып, пышақпен ұстап көтеру керек. Салмасы болды. Салмасы бір қалыпты ма? Бір қалыпты емес па? Қалыпты емес. Мен ортасында орналаспаған, иә. және бұл бисквит қамыры үлпілдер болып піскен, ауызда еріп кетеді. Және бұның пішімі өте керемет болып, және өте дәмді. Бағалау парағын алып алыңыз. Қазір баға қойып отырасыздар. Енді жүріңіздер, бағалап болсаңыздар. Бағаларыңызды қойып алыңыздар, қорытынды бағаны шығарайық. Бірінші топ, екінші топты 94 деген баға бағалады. Екінші топ, үшінші топты 90 деген бағамен бағалады.
Үшінші топ, бірінші топта 93-5 немесе 94 дөңгелектеп алыңыз. Математикадан дөңгелектеп алуға болады. Так, сіздердің бағаларыңызбенен менің бағамды салыстырайық. Ондай болатын болса, бірінші топқа мен 94 деген бағаны қойдым. Екінші топқа 93 деген бағаны қойдым. Үшінші топқа 94 деген бағаны қойдым. Сіздердің бағаларыңызбенен 2-3 балғаны жаңағы рөл ойнады. Ол сіздердің ең соңғы бірінші, екінші этап бойынша сіздерді келе жатқансыздар, бірақ жаңағы таразының ақауына байланысты сіздердің массаларыңыз әртүрлі болғанына байланысты сіздерде баға Қорытындысы кері байланысты, яғни қызықты, құнды, қиын арқылы кері байланыс жасаймыз. Яғни осы сабақта сіздерге не қызықты болды, не құнды болды, және не қиын болды. Бір сөйленген айтсаңыздар болады. Айсу? тест қамырын істеген қызық болды, және кремін істеген қызық болды, құнды болған. Қалтасы пісіргені, тұтасы жұмыс жасағанымыз, қиын болған, кішкене салмағымен, кішкене киім болған. Иә, салмақ. Үш топтан бір-бірден болсын, иә? Жұмыс Жұмыс жасай алыңыздар, иә? Сол күнді есте қалатындай сәт болды. Қиын болғаны менде салманы салған кезде маған кішкене қиындық туғызды. Иә, өйткені сіздерге бір ана жаңағы кондитерлік қатты дұрыс кеспегеннен қиындық туындады, иә? Екінші топта. Екінші топта? Қызықтысы бізде біз бәріміз жасадық. Бірге жасадық, ал құндысы Қош жерсен болма. Иә. Қызықтысы бізде бүкіл екі группамен бірге қосылып жасадық. Екі топпен де әрқайсының әр жағында жасаған тесталары, қамырлары ерекше болып, көмектесіп бір-бірімізге пайдаланып ең құнды болғаны бәріміз бір мақсатқа жеттік, әрқайсысын безендіріп, әртүрлі жаңа заттар үйреттік және қиыны болғаны Сүйікті қамырда капкейк бәлішін дайындап үйренуді. Жеттік бәрімізге қолбақта барлықтарымыз жақсы алды. Ондай болатын болса, үй жұмысы сіздерге бисквитті қамыр капкейк бәлішінің бисквитті қамырдан енді сіздер рулет бәлішін, яғни рулет дайындау технологиясын үйреніп келесіздер. Түсінікті ма? Түсінікті. Сіздерге рахмет ашық сабаққа қатысқандарыңыз үшін. Барлықтарыңыз атсалыстыңыздар. Барлықтарыңыз мақсатқа жетіп, жақсы бағаларды иелендік. Рахмет.